Гагарин атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Сидерхан қызы Кәусар. Әрбіреуде пластикалық бөтелкеден жасалған бөтелке бар екені анық. Ол бөтелкені мусорға тастап жібермей, сіздерге пайдалы зат жасауды ұсынамыз. Мысалға, бұл құстарға жемсауыт. Өте пайдалы зат. Пластикалық бөтелкеден жемсауыт. Біріншіден, құстарға қамқорлық. Екіншіден, тұрмыстық қалған заттарды кәдеге асырып, оған екінші өмір сыйлау. Келесі ұсынғалы отырған бұйымы ПВХ материалының қалдығынан жасалған, қолдан жасалған ойыншық. Бұл балаларға өте қызық. Бұны қолдан жасағанда балалардың шығармашылығы оянады. Келесі менің ұсынғалы отырған затым бұл экосөмке. Келесі менің сіздерге көрсеткім келіп отырғаны бұл экосөмке. Бұл өте әдемі көрінеді және стильні. Сіз бұны көшеге, магазинге және әртүрлі жерлерге тағып бара аласыз. Өте әдемі көрінеді. Мен сіздерге бұның қалай жасалғанын көрсеткім келіп отыр. Бірінші, бізге керегі өзімізге кішкентай болып қалған жынысының қалдықтары. Екінші, шырын ішуге арналған түтікшелер. Және үшінші, ыстық клей. Кішкентай болып қалған жынысымның қалдығының сыртына ыстық клейдің көмегімен шырын ішуге арналған түтікшені жабыстырып шықтым. Сонда бізде осындай өте әдемі, стильні экосөмке пайда болды.